Жастар неге белгілі бір өмірінің кезеңдерінде діншіл болып, тақуа болып жүреді, кейін сол нәрседен суып кетіп жатыр. Өмірдің ағымның ағысына қарай алданып жатыр. Бұл дұрыс сеніммен, дұрыс біліммен негізінің қаланбауында. Жалған сезімге ойнаған ақпараттарға, уағыздарға алданып, соның әсерімен басылғанша белгілі бір уақыт діндар болып көрінгенмен, кейін ол азайғаннан кейін, баяулағаннан кейін өзінің қалпына түсіп, жеңіл жол жүрісіне, әртүрлі іс-әрекеттеріне араласып жатады. Әлбетте сол үшін жастарға сезімдеріне ойнайтын негізгі бір жалған, негізсіз ақпараттармен емес, негізгі дұрыс сенімдерін, имандарын, имандылыққа тәрбиелейтін негізгі құндылықтарға сай бойларына отансүйгіштікті, білімді үйреткеніміз абзал. Өйткені жалған сезіммен әсерленген уағыз, ақпарат бұл алдамшы. Сол үшін білімнің өзінде белгілі бір жетістікке жету үшін біз әуелі 11 жыл мектеп оқимыз. Оны ары қарай толықтыру үшін университет, ары қарай дамыту үшін тағы белгілі бір кезеңдер бар. Сол үшін дін саласында да толыққанды имандылыққа, білімге жету үшін белгілі бір кезеңдерден, медреселерден, оқу орындардан, ұстаздың алдында отырып, дұрыс ақпараттарды негізде алу қажет. Белгілі бір уағызбен адам діндар болмайды, толық білім иесі болып саналмайды.